Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен Қадырбек Сағыныш. Мясной пирогтың ерекше жасалу түрімен бөліскім келеді. Ерекшелігі қамырында өте дәмді болып шығады. Ендеше бірге дайындап көрейік. Алдымен тоңазытқыштан алынған сап-салқын сары майды електен өткізілген ұнымызға салып, екеуін бірге араластырамыз. Яғни біздің сары майымызды үгітуіміз қажет. Видеодағыдай барлығы біркелкі болып үгітілген кезде айран қосамыз, яғни кефир, және де жұмыртқа қосып біркелкі болғанша араластырамыз, яғни біз қамыр илеуіміз қажет. Егер сіздерде айран болмаса, орнына дүкен қаймағында қолдануыңызға болады. Өте жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр шығуы қажет. Дайын болған қамырды целлофанға немесе пищевая пленкаға орап, тоңазытқышқа жарты сағатқа тынығуға қоямыз. Ал осы аралықта салмасын әзірлеп қоямыз. Менде сиырдың тартылған еті, ұсақтап туралған пияз, тұз бұрыш қосып араластырып аламын. Осымен дайын болады. Негізден бұл пирогқа кез келген салманы қоссаңыз болады. Мен дайын болған қамырды екіге бөліп, екі кішкентай пирог дайындаймын. Біреуіне етті пирог, яғни мясной, екіншісіне алма қосылған пирог. Алма қосылған пирогтың салмасын келесі видеода бөлісетін боламын. Бүгін біз тек етті бәліш жасаймыз. Осы жерде ескерте кететін жағдай, біздің пирогтың астыңғы бөлігіне қамырды көбірек жібереміз, ал үстіңгісіне кішкене аз бөлігін алып қаламыз. Жайып алған қамырды противенге қойып, үстіне салмасын саламыз. Барлығын жан-жағына жеткізіп салып, бетін қамырмен жабамыз және де жан-жағын мұқият бекітеміз. Мен видеодағыдай алдымен бекітіп аламын, кейін артық жерін қайшымен қиып алып тастаймын. Жан-жағын өзіңіздің қалауыңызша безендіреміз. Мен видеодағыдай өрім жасадым. Шетінен кесіп алынған артық қамырды кондитерлік насадканың көмегімен ойып алып, өзімнің қалауымша безендірдім және де пирогтың үстіне қойдым. Өте әдемі болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Безендіріп болғаннан кейін жұмыртқаның сарысына аздап сүт қосып, пирогтың бетіне жағып шығамыз. Қызып тұрған пешке 180 градусқа 35-40 минутқа пісіріп аламыз. Осымен менің пирогым дайын, өте дәмді, қызарып, иісі бұрқырап пісіп шықты. Сіздер де міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Дәмі шынымен де ерекше бөлек болып шығады.